Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін тауықты пеште пісірудің тәсілін көрсетемін. Оны бәрі біле бермейді. Нәтижесінде ол шырынды, соншалықты дәмді, қуырылған қытырлақ қыртысы бар хош иісті болып пісіріледі. Сондықтан оны қайта-қайта пісіргіңіз келеді. Оның фишкасын көрсетемін. Тауықты өлшеп аламыз. Ол бізде 1/980. Бізге маринадқа керек заттар толық видеоның астында жазылған. Бәрін бірге араластырамыз. Ең бастысы маринадқа су керек және тұз. Қалған дәмдеуіштерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Жаңа видеоларды жіберіп алмауыңыз үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Маринадқа ең бастысы су керек. Барлық дәмдеуіштерді араластырып аламын. 3 литр суды алып, оған дәмдеуіштерді салып, қанты мен тұзы ерігенше араластырамын. Одан кейін біздің тауықты соған саламыз. Тауықты салған кезде ол батырылып тұру керек және оны 1 тәулікке немесе 6 сағатқа салқын жерге немесе тоңазытқышқа маринадтап қоямын. Маринадқа салмас бұрын алдымен тауықты дайындап аламыз. Ол үшін біз осындай пышақтың ұшымен немесе тіс шұқығышпен бәрін алып тауықтың бүкіл жерін тесіп шығамыз. Осының арқасында бұл тауықтың етіне маринадтың суы кіріп, ол пісірген кезде сочный болып шығады. Бетін жауып, мен 1 тәулікте тоңазытқышта ұстадым. Тағы да бір ескерту, тауық маринадта тұрғаннан кейін оны судан шығарып 1 сағаттай бөлме температурасында ұстау керек. Ол салқын болмау керек, тауық суық болмау керек. Өйткені пешке салғанда ол іші піспей қалуы мүмкін. Артық суын ағызып тастаймыз. Уақыт өткеннен кейін тауықты шығарамыз. Оны өлшеп қарағанда бізде 100 граммдай өзіне маринад сіңіріп алған. Енді тауықтың өзінің сыртына тағы да кішкене маринад жағамыз. Ол әдемілігі үшін және дәмі үшін. Менде мұнда кішкене тұз, сарымсақ үгіштен тартылған, арнайы етке арналған дайын дәмдеуіш, майонез және кетчуп. Барлығын жақсылап араластырып, тауыққа жағып шығамыз. Ішіне, сыртына, бүкіл жеріне аямай жағып шығамыз. Тауық етін өзін немесе онымен бірге көкөністер пісіруге болады. Мен оған картоп алдым, сәбіз алдым. Алдыменен формамызға майды құйып аламыз да, картопқа тұз салып, оны жақсылап араластырамыз. Формамызға көкөністерімізді салып, тауығымызды соның үстіне қойып пісіреміз. Осы өте қарапайым рецепттің арқасында кешкі ас немесе түскі ас дайындау сізге қиын болмайды. Өйткені сіз тауықты маринадтауға бірнеше минут қана уақытыңызды кетіресіз және оны пешке салуға тағы да бірнеше ғана уақыт кетіресіз. Картошка дәмді болу үшін қалауыңызша оның бетіне майонез жағып шығыңыз. Тауықты ыңғайлап жатқызамыз және қанаттарын қайырып артқа қарай, аяғын арнайы байлайтын, духовкада пісіретін заттар болады. Солармен байлап қойсаңыз болады. Менде ондай болмағандықтан мен шпажканы 2-ге бөлдім да, сонымен аяғын бір-біріне қадай салдым. Тауықты қызып тұрған пешке 160 градусқа астыңғы және үстіңгі конвенция бойынша 1 сағатта пісіреміз. 1 сағат өткеннен кейін тауықты екінші жағына аударып, тағы да 20 минуттай пісіреміз. Уақыт өткеннен кейін тауық міне бізде шықты. Ол сондай шырынды болып шықты. Қазір мен сіздерге бір жақ аяғын кесіп көрсетемін. Міне өте дәмді. Сырты қытырлақ, дәмді болып тұр, керемет. Мына жақта тауықтың екінші жағын төңкеріп, тағы да 20 минут пісіргенмін. Міне біздің кешкі ас дайын. Асты қуанышпен пісіріңіз және дәмді тағамдарды дайындау сізге ауыртпашылық емес, қуанышқа айналсын. Сіздермен бірге болған Инка Максовна, еңбегімді бағалауды ұмытпаңыз.
баршаңызға тәтті тәбет тілеймін.